Еліміз тәуелсіздік алғалы бері отандық тарихымыздың ақтаңдақ беттері ашылып, халқымыздың ақылгөй билері мен ел қорғаны бола білген батырларымыздың есімдері жұртымызға қайта оралуда. Қазақ намысын таптатпаған, ұлан-ғайыр атамекенін найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғап қалған қаһарман, жауынгер, батыр халық. Ел тағдырын өз тағдырынан биік қойған, ұлтының тұтастығын, жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырларының ішінде күллі түркі халқының мақтанышына айналған қазақтың әйгілі батыры, аса көрнекті қолбасшы, көсем, әмірші, ерлік істері, даналық шешімдерімен тарих төрінен өшпес орын алған Жалаңтөс Баһадүр Сейітқұлұлының туылғанына 445 жыл. Тарихи деректерге үңілсек, Жалаңтөс Баһадүр 1576-1656 жылдары өмір сүрген қолбасшы. Ол Сырдарияның Саға жағалауын мекен еткен Төртқараның ұрпағы. Төртқара руынан шыққан Жалаңтөс 1576 жылы қазіргі Өзбекстан жеріндегі Науаи өңірінің төңірегінде дүниеге келген. Арғы атасы Ораз кезінде Әмір Темірдің бас кеңесшісі болса, әкесі Сейітқұл Сырдария өзенінің солтүстігінде кіші жүз қазақ руларын басқарған. Бағдатта білім алған Жалаңтөс жастайынан соғыста шеберлігімен көзге түскен. Талай рет жекпе-жекке шығып жойқын ерлік көрсеткен батыр 17 жасында әлем руларының биі атанса, 36 жасынан бастап өмірінің соңына дейін Самарқандты билеген. Алайда көне қаланы 44 жыл билеп, дамуына айтарлықтай үлес қосқан Жалаңтөс Баһадүр 100-ге жуық тарихи нысан салдырған қазақ батыры. Жалаңтөс Баһадүр есімі көбінесе Орбұлақ шайқас туралы деректе келтіріледі. Ол 50 мың әскері бар жоңғарға 20 мың қолмен ойсырата соққы жасайды. Бұл жоңғар шапқыншылығына қарсы күрестегі қазақтың тұңғыш жеңісі болатын. Жалаңтөс Баһадүр Самарқандта 100-ге жуық тарихи маңызы бар ғимарат салдырған. Бүгінде сол тарихи жәдігерлер мен орта ғасырға тән медреселер туристерді тәнті етпей қоймайды. Талай соғыс, шешуші шайқаста ерлігімен көзге түскен қазақ батыры шамамен 1656 жылы қайтыс болған. Баһадүр жерленген зират Самарқанд қаласының солтүстік батыс жағында 12 шақырым қашықтықта орналасқан Дағбет жерінде екен. Назарларыңызға рахмет.